Бүгүнкү өтөтүнүбүз тажвид эрежелери 4-дәрис. Харакат, сукун, сукунду нун және танвин. Харакат деген не? Харакат дегенimiz дамма, фатха, касра. Билесиздер өттүк. Сукун дегенimiz не? Харакатсыз харфтердин үстүнө коюлатын мына домалак белги. Харакат эчтене жок болсо, үстүнө ушундай домалак белги коюлат және сол кезде арыптын өзү гана окулады. Сукунду нун дегенimiz не? Харакатсыз нун. Нун және үстүнө эч кандай харакат жок, сукун турады. Танвин дегенimiz не? Танвин дегенimiz 2 дамма, 2 фатха, 2 касра. Буну алдыңкы сабакта өткөн болотунбуз. Сукунду нун мен танвинде нече кагыйда бар? 4 кагыйда бар. Улар изхар, иклаб, идгам, ихфа. Изхар харфтери канча? Олар 6 харф: х, гойн, х, айн, х және хамза. Изхар дегенimiz не? Изхар дегенimiz мағынасы шығару, көрсету, анық білдіру, әшкерелеу деген мағынаны білдіреді. Сукунду нун яки танвин мына 6 харфтың біріне жолыққанда нунды ашық білдіріп оқу. Мысалы, мин хоуфин деген кезде мин дегендегі сукунду нун одан кейінгі х әрпіне, яғни изхар әрпіне жолығып тұр. Бұл кезде нунды анық оқимыз. Екінші мысал, мына жерде ғафурун рахим деп жазып қойған. Бұл қателесіп кеткен. Мен басқасын жазып қойдым. Алиман хакиман деген сөз. Алиман дегендегі танвин одан кейінгі ха әрпіне жолығып тұр. Бұл жердегі танвинді анық оқимыз. Алиман хакиман деп. 6-шы дәріс иқлаб харфы. Иқлаб дегенimiz аудару, төңкеру, қалыпқа салу, айналдыру, ауыстыру деген мағыналарды білдіреді. Иқлаб харфы біреу болады, ол ба харфы. Ережесі сукун нун яки танвин ба харфіне жолыққанда нунды мимге ауыстырып танау арқылы оқу. Мысалы, самиун басир деген. Бұл жерде самиун дегендегі танвин, яғни ун дегендегі айн әрпі, содан кейін у деген мағынаны білдіретін дамма, содан кейін тағы бір дамма тұрса нунды білдіреді. Самиун деген әріп шығады. Сонда соңғы харф ашқан кезде нун болып тұрады. Сол нунды мимге айналдырамыз. Сол кезде самиун болады. Нун емес, мим әрпіне ауысады. Самиун басир деп. Және танау арқылы деп ұсталады. Сол кезде оқылғанда самиун басир деп оқылады. Және екінші мысал, мин ба'ди деген сөз. Миндегі сукунды нун мим әрпіне ауысады да танау арқылы оқылады. Мин ба'ди. Келесі сабақта қалған 2 қағиданы өтетін боламыз.